Атыңнан айналайын қарқаралы, талай ақынға, жырауға, батырға, жүйрік пен дүлдүлге туған жер болып, қасиетін дарытқан өлкем менің. Бүгін сенің қастерлі топырағыңнан жаралған ардақты жан, асыл әке, батыр тұлға, Мезгілбаев Шаймаран Әшірбекұлының дүниеден озғанына 30 жылдың жүзі болып отыр. Соғыстың отты жылдарынан аман есен оралып, еліне келіп аянбай еңбек сіңірген, аяулы жар, асыл әке, адал дос, дана ата бола білген Шаймаран атасын бүгін ұрпақтары, немерелері еске алып, Құран бағыштайды. Білесің бе, сағындық ата өзіңді, бұлақтай таза мөлдіреген көзіңді, құшағыңа бәрімізді иіскеп, сағындық ата, құлыным деген сөзіңді. Жаным, атам, әрқашан биік шоқтығың, жанға батты бұл фәниде жоқтығың, сен кеткенде күңіреніп жатты елің, сағынады халқыда батыр өз ерін. Сондай-ақ Шаймаран атамыздың адал жары, қасында демеуі жан серігі болған Әубәкірова Кәкиманың да бұл дүниеден озғанына 15 жыл толып отыр. Бүгінгі еске алуда ұрпақтары әжесіне деген ыстық сағынышында жеткізеді. Көп жыл өтті, өзіңді әже көрмегелі, мейірімді жанарыңа шөлдегелі, сағынышты басамыз қарап қойып, суретіңе ілулі бөлмедегі. Уақыт жүйрік, тартқызбаған тізгінін, асыл әже мәңгі қығамызғыдың, жүректесің, мәңгілікке өшпейсің, еске аламыз сағынышпен біз бүгін. Мезгілбаев Шаймаран 1924 жылы 5 мамыр күні қарапайым шара отбасында Қарқаралы өңірінде дүниеге келген. Орта білімнен кейін Қарқаралыдағы зоотехникалық техникумды аяқтайды. 1943 жылы Ташкенттегі әскери училищені және командирлер мен әскери барлау курсын тамамдайды. Шаймаран Әшірбекұлы 1943 жылы Ұлы Отан соғысына аттанады. Ол жерде атқыштар ротасында ұрысқа қатысып, автоматшылардың оты батальонында командирдің орынбасары қызметін атқарады. Танк бригадасы құрамында да болған. Соғыс аяқталған соңда кеңес әскері құрамында командир болып қызмет атқарады. Пулеметшілердің взводының командирі де болған екен. Прага, Вена қалаларын азат етуге қатысып, Жапонияны тізе бүктіру ұрыстарының құрамында да болады. Елге оралған соң әртүрлі қызметтер атқарып жүріп, 1957 жылы аудандық «Коммунизм таңы» газетінің әдеби қызметкері, одан кейін редактордың орынбасары болып қызмет атқарады. Аудандық «Мәдениет және тұрмыс» газетінің бөлім меңгерушісі де болады. 1974 жылы «Коммунизм таңы» газетінің редакторы болып тағайындалады. Облыстық индустриальная Караганда газетінде ұзақ жылдар меншікті тілші болған. 1987 жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін журналистік қызметін абыройлы атқарып, газет бетіне ел ішіндегі әртүрлі мәселелер туралы мақалалар жазып, қоғамның дамуына шебер қаламымен үлес қоса білген азамат еді. Ақиық ақын Серік Ақсұңқарұлы Шаймаран Әшірбекұлы туралы мынандай өлең жазған еді. Содан үзінді келтіре кетейік. Комбат аңыз адам еді не түрлі. Талай өртте,
тас қамалдай бекінді. Енді міне ортамызда жүр өзі, тірі жүрген момышұлы секілді. Жоқ жасанды, ашуы һәм күлкісі, қарт сарбаздың әлі қатал тұр түсі, пенделер бар ошағынан аспайтын, отанының қызғыш құсы бұл кісі. Иә, шынымен Шаймаран ақсақал өзінің бір беткей мінезімен, адамдық биік тұлғасымен ерекшеленіп, ел есінде мәңгілікке қала бермек. Әубәкірова Кәкима әжеміз 1923 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданының Егіндібұлақ ауылында дүниеге келген екен. 10 жасында әкесі қайтыс болған соң Баянауылдағы балалар үйінің интернат пансионында жатып білім алады. Орта мектепті аяқтаған соң хатшы, нұсқаушы, балабақша меңгерушісі сияқты қызметтерді атқарады. 1951-1953 жылдары Алматының заң мектебін сәтті аяқтайды. Сол жылдардан бастап Қарқаралыда білікті нотариус ретінде еңбек жолын жалғастырады. Мадақтамаларға, арнайы жүлде, сыйлықтарға, ел алғысына ие бола отырып, зейнетке шыққанша адал еңбек етеді. Өмір жолы оны Шаймаран Әшірбекұлымен кездестіріп, екеуі бақытты отбасын құра білді. Оларға перзентіне тәрбие беріп, немерелерінің қызығын көру бақыты да нәсіп болды. Бүгінде ұрпақтары өз отбасын құрып, өсіп-өніп, атасы мен әжесінің өнегелі істерін үлгі тұтып, есімдерін жүректеріне сақтап келеді. Адамның ғұмыры жазылған кітаптай, бірақ ол кітаптың салмағы, беттерінің тек жарқын ғұмырнамаға толы болуы адамның өзіне байланысты. Шаймаран атамыз бен Кәкима әжеміз осы өмір кітабын тек жақсы беттерге толтыра алды. Шыншылдық, әділдік, өтірік сөйлемеу, сөздің емес істің адамы болу сияқты қасиеттер осы әулет ұрпағының биік туындай болып қалары хақ. Сіздерді біз сағына еске аламыз. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын. Алланың мейірімінде, пайғамбардың шапағатында болыңыздар.